Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге нағыз палауды үй жағдайында қалай пісіруге болатынын көрсетемін. Ең алдымен керек ингредиенттерді дайындап аламыз. Барлық керек заттардың өлшемдері төменде көрсетілген. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Содан соң май қатты қызғаннан кейін осындай бөлшектерге бөлінген етімізді қызып тұрған майға саламыз. Жақсылап тұрып екі жағына аударып, қызартып, етті қуырамыз. Ет қызарған соң туралған пиязымызды үстіне саламыз. Пияздан соң кезек сәбізге келді. Осылайша қазанға барлық сәбізімізді саламыз туралған. Жақсылап қуырып аламыз. Содан соң маңызды жері осы сәбізден кейін жарты шай қасық шекер саламыз. Бұл күріштің жылтырауына көмектеседі. Содан соң суымызды құйып, қатты қайнатамыз да жарты сағатқа жай отқа қоямыз. Татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Осылайша қайнағаннан кейін күрішін саламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Су күріштен 2,5 сантиметрдей асып тұруы қажет. Осылайша қатты отта суын азайтқанша қайнатып, суы азайған соң сарымсақты ортасына салып, үстін целлофан пакетпен жауып, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Астындағы от жай болу керек. Мінекей, целлофан пакетпен жабылған 20 минутта бұқтырылған нағыз палауымыз дайын болды. Мінекей достар, үй жағдайында палау жасау өте қиын емес. Еті уылжып піскен, күріші жылтырап тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!